және негізгі бөліктерін тоқу үшін ярнаш джинс жібін қолданамыз. Бұл жіптің номері 73. Қолын қалай тоқуды көрсететін боламын бүгінгі видеода. Қолын тоқып аламыз. Бірінші бізге кольцо амигуруми алып алу керек. Осылай қолымызға жіпті орап, кольцо алып аламыз. Соң крючокқа осылай тағы да ауада осылай крючокты орап іліп аламыз. Енді 5 столбик тоқимыз кольцоны айналдыра. Шиіп аламыз. Тоқуымыз керек. Екінші қатарда 10 столбик тоқуымыз керек болады. Яғни тағы да 5 столбик қосамыз. Ол үшін әр столбикте 2 реттен іліп отырамыз. Сонда 10 столбик шығады. Кезде ауада 2 рет іліп алдық қой, сол жерден тоқымаймыз. Енді бірінші алған столбиктен аламыз. Бізге маркермен белгілеп кетуіміз керек. Себебі кейінгі екінші қатарды аяқтағанда қай қатарға келгенімізді байқамай қалуымыз мүмкін. Осы жерден екінші столбикті ілеміз. Үшінші және төртінші столбикті тоқып шығарамыз. Аяқталды. Әр тоқу керек. Үшінші қатарда еш өзгеріссіз жай ғана айналдырып тоқып шығамыз. Әр столбиктен іліп 10 столбик тоқып шығамыз. Жай ғана.
қатар бітті. Біз енді 4-ші қатарда осындай саусағын қосатын боламыз. Ол үшін 2 столбик іліп алған соң күртекке жіпті орап, келесі столбиктен жүмегімізді осылай шығарып аламыз. Жіпті орап, мына 2 жіптен осылай шығарып аламыз. Енді күртекке жіпті ораймыз. Мына 2 жіп қалады. Тағы да жаңа қалған жерімізден күртекті кіргізіп, тағы да күртекке жіпті орап, мына 2 жіптен шығарып аламыз. Тағы да күртекке жіпті ораймыз. Тағы да дәл жаңа қалған жерімізден тағы да жіпті іліп аламыз. Күртекке жіпті ораймыз, екеуінен шығарып аламыз. Орап, 4 жіптен күртекті осылай шығарып аламыз. Осылай болып тұрады. Соңына дейін еш өзгеріссіз тоқимыз. Міне, қатарымызды аяқтадық. Енді жатыр 5-ші қатардың басын бірінші осылай қысқартып аламыз. Қойдым басына. Енді дәл осы жерге дейін қысқартып алдық. Енді дәл осы жерге дейін еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Осындай ілетін жер. Саусағымыз алдық қой. Дәл сол жерде бір ғана столбик іліп аламыз. Аяқтадық. Бізде қазір 5-ші қатар аяқталды. Әр қатардың басында маркер қоюды ұмытпаңыздар. Бізде негізгі бөлігі аяқталды. Енді мына бас кезінде тоққан жеріміз бар еді ғой. Сол жерді жақсылап байлап алып, ішінен білдіртпей тоқып жібереміз. Керек емес, жай ғана 14 қатар 9 столбиктен іліп шығамыз.
14 қатар жай ғана айналдыра тоқып шығатын боламыз. Жай ғана тоқып шығамыз 14 қатарды. Осылай айналдыра